Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда хит болып жатқан тюльпан самсасын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен біз песочный тесто дайындап аламыз. Алдын ала елеп алған ұнымыздың үстінен сары майымызды салып, крошки жасаймыз. Каналға жазылмаған болсаңыз, подписация басып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бізде осындай масса пайда болады. Осы массамыздың ортасын ашып аламыз. Алдын ала өлшеп алған айранымызды құямыз. Егер сізде айран болмаса, орнына қаймақ құйсаңыздар да болады. Бір жұмыртқаның ағын салдым, сарысын бетіне жағуға алып қалдым. Жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық разрыхлитель. Барлығын жақсылап араластырып алып, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Осылай қамырымызды жақсылап илеп алдық. Қамырымыздың құрамында май болғандықтан қолға жабыспайды, өте жақсы иленеді. Дайын қамырымызды пакетке салып, холодильникте жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Осы аралықта біз начинкамызды дайындап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын алдын ала ұсақтап турап дайындап алдым. Мен пияз, тауық еті және картопты қолдандым. Қалауыңыз бойынша кез келген начинканы қолдансаңыздар болады. Дәміне қарай тұзбен бұрышымызды салып аламыз. Және де барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Начинканы толығымен араластырып болдық. Енді холодильниктегі қамырымызды алып, бөліктерге бөліп, дайындап алатын боламыз. Қамырларымызды осылай майда етіп бөліп, дөңгелектеп алатын боламыз. Егер сізде тараз болатын болса, барлығын бір келкі етіп өлшеп алып істесеңіз болады. Не болмаса таразыңыз болмайтын болса, көз мөлшерімен жасай берсеңіз де болады. Мен барлығын тараздың көмегімен өлшеп алдым. Барлығын бір келкі етіп 40 граммнан өлшедім. Сонда менде 21 дана самса шықты. Өлшеп дайындалған қамырларымыздың барлығын осылай дөңгелектеп шығамыз. Енді кезекте қамырларымызды жұқалап жайып аламыз. Осылайша барлық қамырларымызды жұқалап жайып шығамыз. Дөңгелек етіп жайып алған қамырымыздың тура ортасынан бастап дәл осылай кесіп алатын боламыз. Начинкамызды осылай бір бұрышына салып, үстінен қамырымызды қойып, жақсылап жауып алып, орап шығатын боламыз. Барлығын жақсылап айналдырып орап алдық. Астыңғы бөлігін дәл осылай бекітіп алатын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін екінші рет қайтадан көрсететін боламын.
Қамырымыздың дәл ортасынан кесіп аламыз. Бір бұрышына начинкамызды салып, қамырымызды үстінен дәл осылай жабамыз. Жан-жақтарын жақсылап, осылай басып, жауып шығамыз. Ораймыз. Және де астын жақсылап бекітіп алатын боламыз. Жасалуы өте оңай, көрінісі де сондай әдемі болып шығады. Барлығын түйіп алдық. Енді бетіне жұмыртқаның сарысымен бір ас қасық сүт салдым. Сонда біздің самсаларымыз біркелкі қып-қызыл жылтыр әдемі болып шығады. Самсамызды қолымызға алып, осылай кезек-кезек жағып алатын боламыз. Жұмыртқамызды жағып болған соң, бетінен дәл осылай күнжеттерімізді сеп шығамыз. Осы уақытта пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Қызып тұрған пеште жарты сағатта пісіп шығады. Дайын болған тесталарымызды пеште пісіріп алатын боламыз. Міне достар, осымен біздің тюльпан самсаларымыз дайын. Сіздерге рецепт пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.